Тырнақ кеміру жаман әдет қана емес, жаман ырым. Бұл әдет жағымсыз, әсіресе балаларда жиі кездеседі. Әрбір адамда ұнамды және ұнамсыз қасиеттер болады. Қасиет дегеннен гөрі әдет десек дұрыс болатын шығар. Өйткені қасиеттің жаман түрі болмайды екен. Қасиет деген сөздің өзі адамның жақсы болмысы, адамға пайда келтіретін тұсы. Сондықтан жаман әдеттерден арылып, жақсы қасиеттерімізді арттырудың жолында еңбектенгеніміз дұрыс-ақ. Бұл әдет жағымсыз, әсіресе балаларда жиі кездеседі. Мектеп жасындағы балалардың көпшілігінде осы әдет байқалады. Тіпті ересек адамдарда да кездесіп қалады. Бала күнгі қалыптасқан әдеттен арыла алмау ма, әлде денсаулықтағы ақаулықтың бір белгісі ме, бұны да дөп басып ешкім айта алмаса керек. Кейін есі кіргенде өздігінен қояды деп бұл нәрсеге мән бермей, немқұрайлы қарауға болмайды. Яғни жасы кіші балалардың көпшілігінде кездесетін тырнағын тісімен тістеп алып тастау жайлы дініміз, дәстүріміз не дейді? Осы жайлы тарқатайық. Ертеде бір кедей болыпты. Ол қанша еңбек етіп тер төксе де еңбегі зая кете беріпті. Анда-санда бір тойса шала байып қалады екен. Бір күні Медина шаһарында Мұхаммед саламның деген Тәңірдің елшісі барын естиді. Оған барып жолығуға бел байлайды. Ұзақ жол жүріп пайғамбарға келеді. Уа Тәңірдің елшісі, мен байлыққа жарымай-ақ қойдым. Қанша тер төксем де еңбегім зая кетеді. Соның себебі неде? Деп сұрайды. Жігіттің бір жаман әдеті бар екен. Ол өскен тырнағын тісімен алып тастайды екен. Пайғамбардың алдында тұрғанда да сол әдетін қайталапты. Пайғамбар жігіттің мазасыз халін көріпті де оның басынан сипап: тырнақ тістегеніңді қой, бұл жаман әдет. Әділ Құдай сенің адал еңбегіңді жемейді. Адал кәсіптің құты мен берекесі отбасыңа дарығысы келеді. Бірақ мына жағымсыз әдетің оны үркітіп жібереді екен депті. Жігіт кедейшілік себебінің сырын білген кезде таңғалады. Жаман әдетінен дереу тыйылады. Көп ұзамай ісі де алға басып, дәулетті адам болған екен. Тырнақ тістеу өте зиян. Өйткені тырнақтар тістеген кезде оның пішіні бұзылып, зақымдалады. Тырнақ тістеу ауыз қуысының жарақатына және тіс ауруларына әкелуі мүмкін. Тырнақ аймағындағы вирус пен саңырауқұлақтың ауыз қуысының шырышты қабатымен байланысты инфекцияны қайталау ықтималын арттырады. Тырнақ кеміруді біз әдет дегеніміз бен медицинада бұл дерт онихофагия деп аталады. Онихофагия тері инфекциясын тудыруы мүмкін. Жарақаттанған терілде түрлі ауру өршитіні түсінікті. Таза емес қолдан ауыз арқылы ағзаға микроб, инфекция енуі де ықтимал. Бұл әдет тырнақ формасының өзгеруіне де себеп болады. Ең жаманы, тырнақ кеміру баланың ойлау қабілетін төмендетеді. Зерттеулер адам маңызды қадам жасайтын кезде, бір шешім қабылдайтын кезде, ішкі толқынды басу үшін тырнақ кеміре бастайтынын анықтаған. Осы кезде адамның бар ойы есілдеті тырнақ кеміруге ауып кетеді де, тиісті шешім қабылдауға мүмкіндігі болмай қалады. Сөйтіп сәтсіздікке ұрынатын адам күйзеліске түседі. Тырнақта кератин деп аталатын ақуыз бар. Жиі сілекейлеп, тістелей беруден ол азайып кетеді де, нәтижесінде тырнақ сынғыш, жұмсақ болып қалады. Бұл да тырнақ кемірудің зиянды жағы. Ендеше денсаулыққа мән беріп, ертерек осы зиянды әдеттерден арылыңыз.